Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің кезекті кейіпкер Венера ханым. Венера ханым біздің қаламыздағы танымал әйелдердің бірі. Венера ханым, кішігірім өзіңізбен таныстырып өтсеңіз біздің көрермендерді және кәсіпкер жолға қалай келгеніңізді айта кетсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мен есімім Төлетбаева Венера Нартайқызы, яғни кәсіпкермін. Тауарлық бизнеста жүргеніме 25 жыл болды. Соңғы уақытта ТО Венера Принт ашылып 3 жылдың көлемінде, яғни реклама полиграфиялық услугаларды ұсынып, сол Венера Принттің директоры болып келемін. Және қосымша общественный жұмыстарым бар, яғни ол қосымша қоғамдық жұмыстарым бар. Ол Атамекен кәсіпкерлер палатасында салааралық әйелдер кеңесінің төрағасы болып келем, және бізде Республика партиясында Ревуман әйелдер қауымдастығы бар. Сол қауымдастықтың төрайымы болып келем. Кәсіпке келу ол біріншіден, қалай айтсам екен, мұқтаждық деп айта аламын. Себебі, мұқтаж болып өстім. Папам 6 жасында қайтыс болды. Сол кезден бастап мен мамама тіреу, яғни мамаға қолдау көрсетуім керек деген оймен өстім. Жалпы банковское дело мамандығын бітіріп, финанс президент Қарағандының университетін бітірген болатынмын. Бірақ ол мамандықпен мен бір күнде жұмыс істеген жоқпын, бірден базарға шығып кеттім. Базарда көкөніс саттым. Ең бірінші кәсібіңіз көкөніс сатумен болды, иә? Яғни университетті бітіріп, сол университет заочно оқып жүргенде, колледж бітіргеннен кейін де сол көкөніс сатқан болатын. Келесі бизнесім ол көкөністі қашанға сатамын, мен бір дүкен ашуым керек деп ескі базардың ішінен дүкен аштым. Ол 2002 жылы болды, яғни сол алғашқы дүкенімізде сұранысқа қарай жұмыс жасадым. И сол кезде мен ойлаймын, сұранысқа қарай жұмыс жасап ұтылған жоқпын деп ойлаймын. Яғни бізде оңтүстік өңір болғаннан кейін той саласы өте дамыған. Сол себепті клиенттер сол тойға байланысты заттар сұрай берді. Қазіргі күнге дейін сол нақты той саласында жұмыс жасап келе жатырмыз. Тойға байланысты той бастары сатамыз, ойыншықтар сатамыз, тойханадағы фотографтарды рамка, фотоқағаздармен жабдықтаймыз. Сол арқылы ары қарай тағы да идеялар келіп, фотоқағаздардың түрін көбейтіп, қазір Каспий маркетплейстен біздің өзіміздің өңірде негізі аудандар бар. Қармақшы, Қазалы, Шиелі, енді көп қой бізде Қызылордада. Сол аудандарды қамтамасыз етуге тырысамыз. Клиенттеріміз өте көп аудандардан алатын, яғни шығын материалдарын сатамыз. Егер сіздің кәсібіңіз полиграфиялық услуга немесе тойханада қызмет көрсететін болса, және оформление, декормен айналысатын кәсіпкерлер, солар біздің клиенттеріміз. Ал мен білуімше, сізде бірнеше бизнес түрлері бар, иә? Осы той саласын қамтамасыз етіп болғаннан кейін келесі бизнесті ашу не себеп болды сізге? Жаңа реклама полиграфия. Тоже сұранысқа қарай. Бәрі баннер аппарат сұрады бізден. Сонымен мен баннер аппаратты негізі ше, кез келген бизнесте сұраныс болса ойлана бермеу керек екен. Мен 5 жыл ойланып жүрдім, баннер аппаратты алсам бекен, алмасам бекен деп. Өйткені ол 7,5 миллион тұрды теңге. И мен қазір кәсіпкерлер палатасына келіп біліп жатырмын, что әйелдерге поддержка көп екенін, яғни қайтарымсыз мемлекеттік қолдаулар өте көп екенін осы палатаға келіп біліп жатырмын да. Оған дейін ойым былай болған ғой, мен өзім ғана ақша таба алам, өзімді өзім қамтамасыз етемін деген. Кредитсіз, несиесіз алсам екен деп па? Жабдықты, иә? Ойланбау керек екен, жалпы бастай беру керек екен. Сонымен 5 жылдан кейін сол аппаратты алып, аппаратты алғаннан кейін де стратегиялық ойлау өте маңызды екен. Мен үйге қойғым келді бірінші, сарайға, одан отырардың ішінен бір кішкентай орын тауып сол жерге қойғым келді. Хорошо, что ол орын тар болды да. И содан кейін бір күні ойланып отырып, стратегиялық маңызды бұл ары қарай өсуді ойлау керек болса, мен оны үлкен центрге, яғни үлкендеу жерге қоюым керек деген тұжырымға келіп, и сол Сайнтек компаниясының мамандары, яғни қасына қосалқы тағы да литоп аппаратын берді. Мен оны алмаймын деген кезімде, мен сізге рассрочкаға берем деп айтты ше. И мен таңғалып қалдым да, қалай танымайтын адамға рассрочкаға берді, 3 миллион тұратын аппаратта деп сөйтіп бөліп беруге берді. И солай бізді
жаман деп клиентін қылып тартып алды. иә жаман деп айтуға болмайды, жақсы үйретті да. Иә. И содан кейін ашылып сол бүкіл аппараттарды ала бастадық. Яғни бұл жарнама агенттігі өзін өзі бірден ол өскен жоқ. Сырт көзге қарағанда мысалға ол 3 жылда өзін өзі қамтамасыз етіп бүкіл аппараттарды өзі алды деп айта алмаймын. Себебі бұған дейінгі қойылған бизнес, ол отырардағы фотобумага, тойбастар, солардың күшімен алынды негізі. Қазіргі таңда уже 2,5 жылдан кейін өзін өзі ақтап, өз бөлек уже табысқа. Өзі табысқа енді шыға бастады. Негізі кез келген кәсіп ол 1 жылда болмайды. Сол үшін басында көбісі шыдамай жауып тастап жатады. Сол үшін төзімді болып, бастапқы 3 жыл, 5 жылды өтсе, сол қиын кезеңдерден өтсе, кәсіпке құйса, бизнестен ақшаны шығара бермей, бірінші очередь. Сіз де өзіңіз айтып жатасыз ғой. Финансовое планирование, деньги бизнеса не смешивайте со своими деньгами деп. Сол өз ақшаңды бөле білу. Енді Венера ханым дұрыс айтып жатсыз, өте келісем. Бизнесті бұл жерде ашу ол бір бөлек, оны әрі қарай жүргізу екінші, ол мүлдем бөлек дүние. Әрине бизнесті жүргізу барысында сізде команда пайда болды, Вот команда туралы қалай сіз жинақтайсыз команданы, қалай олармен жұмыс жасайсыз, команданы дамытқан маңызды ма, жоқ па? Команданы әрине дамытқан маңызды. Өзіңіз білесіз, сол тұрғыда біз танысқан болатынбыз. Яғни сізге мен команданың обучениесіне, тимбилдингке басында бастамасын бастап берген болатынсыз. Ең бірінші мен командам қателік жасай бастады да. Ол брак производстве. Өте үлкен қателіктер. Одан мен командамнан көрген жоқпын оны, яғни ойладым, мен дұрыс емес шығар, мен оқуым керек деп ше. Негізі айтады, не бывает плохих сотрудников, бывает плохие руководители деп. Келсем. Содан мен ізденіп HR капиталды оқыдым. Ең бірінші оқуым Рифат Ришатович. HR капиталдығы өте глубинный деп айта аламын. Себебі ол жақта практика жүзінде көрсетеді барлығын, қалай өзіңнің командамен жұмыс жасау. Ол жерде бірінші очередь мотивация, бірінші кезекте ол мотивация, екінші кезекте командадағы сотрудниктерді дұрыстап таңдау. Соны үйретеді. Ең маңыздысы, мен сол жаңағы айттым ғой сізге, қателік, брак производстве соңында тірелген кезде именно сол сотрудниктің қателігі екеніне көзім жетіп, соңында ол сотрудникпен мен 2 жылдай жұмыс жасадым. И соңында кішкентай бір қателікте уже белгілі болды да, қалай айтсам екен, надо нанимать правильных сотрудников. Сол негізі командан жаңағы бизнестің иесі мен мақсаты бір болу керек. Мақсаты бір, сондықтан сол кезде ғана кәсібіне жақсы адамдарды жұмысқа алсан, сен кәсібін алға басады деген сөз. Командаға жағдай жасау керек, негізі маңызды. Соған тоқталып өтейін. Яғни командамен бизнестің иесі бір бағытта қарау үшін стратегиялық сессиялар ұйымдастырып тұру керек. Ол жылына бір рет, жылдың басында немесе қай кезде ыңғайлы, сол кезде ұйымдастырған дұрыс та. Бірақ сол стратегиялық сессияда команда мүшесіне жеткізу керек. Біз неге келе жатырмыз, қалай өскіміз келеді, и сол команданың мүшесінде де сіздің қандай мақсатыңыз бар, сол мақсатқа біз бірге қалай жете аламыз. Біздің командада мен айта аламын, үй алғысы келетін сотрудниктер көп болды. Соның ішінде 2 сотрудник, яғни 2 жұмысшымыз, мен өзімнің компаниямнан процентсіз несие бердім да. Сол арқылы олар қазіргі таңда уже құтылды менен. Процентсіз несие беру арқылы өздерінің алғашқы үйлеріне 50%-ын құйып, солай үйлі болды. Қазіргі таңда төлеп жатыр, Сол мотивацияның бір түрі деп айталам. Себебі стратегиялық сессияда олар өзінің армандарын айтады. И сол арманға сен сол жұмысшыңды қалай жеткізе аласың, и ол жұмыста да солай жұмыс жасайды. Адал жасайды. Қалай ойлайсыз, қазіргі таңда әйелге лидер болуға маңызды ма, маңызды емес па? Әрине маңызды. Сол лидерлік арқасында шығар, сіз мына қоғамдық жұмысқа да келіп атқаныңыз негізі. Қоғамдық жұмысқа негізі бірден бір келуімнің себебі
мен Алматыда кемеңгер және кемеңгердің лидерлік программасын өткен болатынмын. Ол жақта орысша айтқанда хапающий болма деп үйретеді да. Отдающий, я беруші бол деп ше. Яғни сен осы уақытқа дейін, менің случайымда ол 40 жасқа, 40 жасқа келген. Негізі менде осы 40 жас кризисный возраст болып келді. Карл Юнг айтады ғой өзінің кітаптарында, яғни 40 жаста адам қайтадан туады деп. Мен оған келсем, яғни 40 жасқа дейін біз жұмысымызды жасап жүре береміз, арман, мақсат деп. 40 жаста осознание келеді. Мен не жасадым бұған дейін деген сияқты. Менде де сондай осознание келді. И өзімнің біліміме құя бастадым. И сол айта кетейін деген, өткен тренингім кемеңгерде именно сол қоршаған ортаға не бере аласың. Безвозмездно, ты там живешь, ты должна вкладываться деген сияқты. Сол өзімнің ойлаймын, осы қоғамдық белсенділігім, сол біріншіден мен не бере аламын деп қараймын. Қоғамға не бере аламын. Яғни мен өзімнің жинаған неше жылғы тәжірибемен бөліскім келеді. Венера ханым, біз сізбен ең бірінші танысқан кезде мені қалдырған дүниенің бірі, сіз екі ұлдың анасысыз. Екі ұлыңызға беріп жатқан тәрбиеңізді мені шынайы таңғалдырды. Сол туралы біздің көрермендерге айта кетсеңіз, қалай қазіргі таңда 18 жасар, үлкеніңіз 18 жаста, 18 жасар балаңызда бизнесі бар, уже кәсібі бар. Сол кәсіп жолға итермелеген, немесе себепші болған, не болды, не себептен, мысалы қазіргі таңда көбісі балалар ата-аналарын тыңдай қоймайды, немесе өзіндік жолмен жүргісі келеді көбінесе. Соған сіздің балаңызға осы жолды ашып берген, не себеп болды, немесе қандай да осы тәрбиенің маңыздылығы туралы айта кетсеңіз, мысалы сіздің үйіңізде қандай да жаңағы секреты воспитания дейді ғой, қандай сізде осы бөлісе алатын, біздің көрермендерге айта алатын кеңестеріңіз бар тәрбие жөнінде? Осындай 18 жаста балаңыз кәсіп иесі болсын дейтін болсаңыз деген сұраққа. Тамаша сұрақ. Негізі факторлары өте көп. Біріншіден, мен бірінші баламда, мысалға, мен өзімді қалай айтсам екен, супер воспитатель болдым деп те айта алмаймын. Қателіктер өте көп болды, бірақ екінші баламда менде уже тәжірибем көбірек. Мен екінші баламмен қазір былай қараймын. Ол 2 жылдан кейін менен кетіп қалады. Мен оған қазіргі уақытта мен не бере аламын деген сияқты. Біз азаннан кешке дейін жұмыста жүріп, баламызды ұмытып кетеміз. Ал негізі жоспарды құрып, аптасына 1 күн балаға арнасаңыз, ол баланың есінде қалады деп ойлаймын. И біріншіден ол, екіншіден сол балаға жақын болу керек. Жаңа да айтып жатырмыз ғой, баланы баспау керек деп ше. Оған мен баспағанда бала бұзық болып кетпейді, одан баланы сіз қатты басқан сайын ол өзінің ойын айта алмайды и келешекте лидер бола алмайды ше. Сол екінші себебі. Ал бірінші ұлыма келетін болсам, ол өте компьютер ойындарын жақсы көрді. Мен айтады ғой, өзіңнің айтқаныңда тұру керек. Балаға айтасың, мен сенен компьютерді алып қоям дедім ба, шынымен де алып қою керек. Мынандай нарушение болған кезде сотканы алып қоям дедім ба, шынымен де соны орындау керек. Бірақ альтернатива балаға беру керек. Сол мен компьютерді алып қойдым. Балам жылады, бірақ ол дұрыс па, дұрыс емес па, мен қазіргі таңда енді айта алмаймын. Айта алмаймын. 5-ші класста болды. Мен үйге келдім, есік тұрдым, естімейді. Звондадым, естімейді. Дарбазадан аттап кірдім. Енді ыңғайсыз ғой, әйел адамға дарбазадан аттап кірген. Соң мен кірсем, компьютерде ойнап отыр бала. Наушникпен. Естімейді. Сосын мен айттым, бала, мен сені алып қоям деп айттым. Алып қойдым да, сат жырдым. Компьютерді жылады, еңіреді. 6-шы класс болды. 9-шы класста, бірақ не істеймін деп еді. Ол кезде Каспи жоқ, Flip.kz. Flip.kz-де кітаптар алып бердім, бизнес-литература для подростков. Соны оқы дедім. Қазір 3 күнде 500 беттік кітаптарды спокойно оқып тастайды, өзімен бірге алып жүріп. Сол кезде кітап оқыды. И 9-шы класста келіп, мам, я хотела вас поблагодарить деп келді мен бөлмеме ше. За то, что вы мне привили привычку читать книги. И ол бірінші. А екіншіден, қандай тренингке барам, форумдарға барам, өз ұлыма соны сатып алып, дополнительно алып беріп отырдым. Мысалға, любой тренингке барған кезде жазылмас бұрын мынандай бір фишка бар.
если я у вас куплю, мен сізден сатып аламын, сіз маған тегін бере аласыз ба, тағы біреуін деген сияқты ше. Мен сондай постоянно айтып жүрдім. HR капиталға бардым, ұлымды ертіп бардым. Олар тұрды да, егер обучениені алсаң, ұлыңа тегін беремін деп айтты. Маған сол күшті сабақ болды. Давайте деп келісіп, обучениені алдым, и ұлыма кәдімгі полноценно сол технология найман үйретті. Соңында базовый курсымен бірге тегін берді ше. И одан кейін маркетинговый курсқа барғанда тағы да сұрадым. Маған ұлыма тегін бере аласыз ба? Деп, я деді. Уже ана сатқысы келіп тұрады ғой. Сатқысы келіп тұрған кезде оларға бір адам тегін оқытқан ничего не стоит, оказывается. Иә. Сол лайфхак негізі күшті, баланы қасына ертіп жүріп оқыту. И сол 2 курсты оқығаннан кейін өзіңіз білесіз ғой, қанша білім алдыңыз, применить-то охота же. Да. И уже вот сказал, мам, я знания получил, я хочу их применить на практике деп. Солай бастады негізі кәсіпті. Бірақ қазіргі таңда қиналады студент. Стипендиядан басында 45 мың стипендия алатын еді. Қазір стипендия алмайды, бірақ өз грантын сақтап қалды, но зарабатывает. Бір жағынан, я говорю, не переживай, стипендияға уайымдамай қой. Самое главное, грантын сақтап қалсам болды. Қазіргі таңда өзінің кішігірім кәсіп түрі бар, ол да полиграфия, бірақ Алматы қаласында. Алматыда, иә. Жарокова 230, ЖК Изумрудтың астында. Былайынша енді қазір уже өсті. Өсті, иә. Иә, 7-8 аппараты бар. Жаймендеп алып жатыр, иә. Жаңағыдай рассрочкаға бөліп. Мен білетін тағы бір кәсіп түріңізді ұмытып кетейін деп тұрсыз. Негізі сізде сувенир жасақтайтын тағы бір кәсіп түріңіз бар. Сол туралы айта кетсеңіз, мысалы шежіре шығаратын, немесе ағаш бұйымдардан жасалатын сувенирлар, немесе оргстеклодан жасалатын, сол туралы шамалы айта кетсеңіз, сосын алдағы қойған қандай мақсаттарыңыз бар? Сол сувенир продукциясына келетін болсақ, 10 класста ұлым қоймады, сол аппаратты алайықшы деп. Папасы береді, мен беремін деп 100 мың жинаған ғой. И ол жезқазғаннан 100 мыңға аппарат көтті. Ол аппарат осындай кішкентай ғана, осы столдай болады. И головкасы кетіп қалған. Туда надо вкладываться. Мен балам айттым да, балам, мен саған 1 200 000 алып берейін, бірақ сен маған 1 жылдың ішінде құтыл ақшасын деп. И содан баламды танымай қалдым. Содан басталды негізі. Содан шежіре жасады, клиенттермен сөйлесті, басқаша өзгереді екенше уже. Үйде негізі сенім атқардыңыз, иә, сенім. 1 жыл емес, 7 айда беріп тастады да, ары қарай өзіне жұмыс жасады. Қазіргі таңда Қанат деген жігіт сол жақта жұмыс жасайды. Ол жерде тек қана жаңағы тойға емес, бізде кондитерлік саладағы қыз-келіншектердің барлығын заказдарын атқарып отырмыз. Тортқа жабыстыратын топперлер, салатисты қойып, шежірелер, өзіміздің ата-бабамызды ұмытпайық деген мақсатта. Және оргстеклодан жасалған беретін мадақтамалар жасайды, сувенирлер. Мен де өзім сіздің клиентіңіз болғанмын, әп-әдемі қылып дизайнер форматта өздері жасап, керемет осы біздің өзіміздің ассоциацияның 30 жылдығына заказ бергенбіз, өте әдемі жасаған. Енді өз жолын іздеп жүрген әйелдерге қандай кеңес бере аласыз? Енді қазір сіз көп әйелдермен араласып жүрсіз, қыз-келіншектермен араласып жүрсіз, кәсібін бастайым, немесе уже бастап жатырым, әрі қарай қалай өсем, немесе дамайым деп жүрген әйелдер өте көп. Сол кісілерге сіздің Венера ханымнан 3 кеңес деп атайықшы. Ол біріншіден ше, өз-өзіне сенімділік. Маған қаншама әйелдер дайректке жазып жатады ше. Қалай жасаймын, өзіне сенбейді көбісі. Шынымен де бастап кете алатынына. Өз-өзіне сенімділік. Екіншіден ол қорықпай бастау. Қорықпай бастаған кезде, это надо думать так. Максимум, что может случиться, это не получится. Я вот эти вещи, которые взял, я распродам деген сияқты. Қорықпай бастай беру, тестовый режимда. Мен мысалға өзім бастаған кезде көп болды менде заттар. Әлі күнге дейін мысалға сол воспоминание болып есте қалып жатқан заттар көп менде қалғанша, остатықтарды айтып отырмын. Қорықпай бастау. Үшіншіден ол қазір бізде көбісі тайм-менеджмент жоқ ше. Тайм-менеджмент жестко должен быть выстроен и жоспарлай білу керек ше. Мен келесі 1 аптадан кейін қай жерде боламын және 1 айдан кейін не жасап жатамын деген сияқты. Соған қатты жұмыс жасау керек. Ол тайм-менеджменттің ішіне дисциплина да кіреді. Кәсібің уақытылы ашылып, уақытылы жабылып, заказдар толық до конца
атқарылса сол. И клиентпен жұмыс жасаған кезде ол құнды түпкі өнімін білу. Мысалға біздің жұмыста құнды түпкі өнім HR капиталда ценный конечный продукт деп содан бастайды негізі ше бізде сабақты. Ол довольный клиент, яғни қанағаттанған клиент сенен затын алып кеткен. Он просто қолына затты бере салу емес, ол клиент расында сізден қанағаттанып шығу керек. Ризашылығын білдіріп кету керек. Клиентті қайтара білу. Сол. Енді қазіргі таңда Венера Принт деп біраз адамдар уже айтып жатыр, біліп жатыр, танып жатыр. Клиенттер шамамен қанша сіздерде? Бізде клиенттерді біз оцифровка кеше бір апта бұрын жасадық. Былайынша енді ше көбісіне айтқан кезде адамдар сенбейді да. Мен өзім сіздің телефонны кітапшаңызды көргеннен білем, бар номерларды бір телефонда 16 ба 17 ба контакты бар, менде 16 000 контакты бір телефон ішінде Венера ханым сақтап жүр екен. Мынандай бір қызық оқиға болды. Әңгіменің барысында бір кісіні танимыз, танымаймыз, звондап қалсақ, ой, бұл менің клиентім екен ғой деп той таба қалған екен, сөйтіп аттарын сақтап қояды екен. Мүмкін сіз де Венера ханымның кітапшасында бар болатыныз. Сол кеше оцифровка жасадық, осыдан 2-3 күн бұрын. Яғни бізге клиенттер жазады. Ол тоже көріп отқан көрермендерге күшті лайфхак деп айта аламын. Жазады и моментінде сақтау керек. Сіздің сотруднигіңіз сол номерді сақтап. И приложение бар 2XL деген. Сол 2XL-ге импорт контактов, экспорт контактов деп бір жерге жіберіп қоясыз, почтаға ма, и солар сақталып тұрады. И оны біз просто сақтап қоймай, ары қарай рассылкамен жұмыс жасаймыз. Сізге сообщениелер барады ғой, барады келеді. Рассылка жіберіп отырамыз. Былтыр бізде 20 000 тұғын, биыл 50 000 болды база. Бүкіл рабочий телефоннан жинаймыз. Сақтауға специально задание береміз. И сол кімде көп контакты бар, кімде көп отзыв бар, соларға командада мадақтамалар береміз. Мотивация ғой енді. И контакты көбірек сақтаса, и охват көбірек болады, и напоминание о себе жасап отырса, клиенттер ұмытпайды да, и рекламаға ақша салмайсыз. Таргетке. Алдағы бар мақсатқа жетіңіз міндетті түрде, бірақ мақсаттың бірі, мен білуімше, сіз қазір франшизамен упаковкамен жасап жатсыз, сол қай бизнес түрін жасақтап жатқаныңыз және не үшін, басқа өңірлерде Венера Принт бола ма, болмай ма деген сұрақ. Венера Принтті басқа өңірде батыстан бастамыз деп тұр. Мен негізі франшизаны былтыр орап дайындап қойдым, бірақ жақында Сайдмұрат Давлатовтың жеке кеңесіне барып келген болатынмын. Сол кеңесте ол өзің ашқаның дұрыс деп айтты. Себебі ол жерде услуга болғаннан кейін качество бәрін тексеріп отыру керек болады. Франшизамен мысалға өсуде алда жоспарда бар, бірақ тестовый режимда негізі өзім бастаймын деген ойдамын. Қазіргі таңда біз Қызылордада өсіп жатырмыз да, яғни өзімізге кішігірім ғимарат қарастырып жатырмыз. Содан кейін ендігі жылы батыс жақтан бастасам ба деген ойым бар. Керемет, өте керемет, сәттілік. И соңғы сұрақ сізге, мына сіз тұрмыстасыз, отбасыңызбен кәсіптің балансын қалай сақтап жатсыз? Әйелдердің бізде көбінесе мәселенің бірі, не көп кәсіпке көңіл бөліп кетсе, бұл жерде семьясы әбіржейді, немесе семьясына қатты көңіл бөлсе, кәсібі дамымай қалады. Соның ортаңғы балансы неде, және сіз жеке өзіңіз қалай сақтап жатсыз? Тамаша сұрақ деп айта аламын. Балансты сақтағанда ол бірінші очередь өзімізге байланысты. Бірінші кезек өзімізге байланысты. Себебі мысалға күйеуің бір жерге жіберуге немесе жан жаққа шығуға кетіватам жолға, мысалға іс сапарларға кетіп жатам. Сол кезде күйеуіңмен тіл табыса білу бірінші кезек ол. Яғни күйеумен тіл табыса білу деген ол бір сөзді кем айту екен. Мен соны білдім. Яғни келісе беруші. Ол айтқан кезде максимально соның жағдайын жасап, сол кезде ғана күйеуіңіз сізге ақ жол тілеп отырған кезде жұмыстың барлығы бола береді. То есть энергослив болмайды.
ол біріншіден. Екіншіден жаңағы бала шағаны айтып отырмыз ғой, балаларға обязательно уақыт бөлу. Балаға уақыт бөле білсеңіз, іштегі чувство вины болмайды. Мысалға мен өзіме распорядок қойып қоямын, мен суббота күні ұлмен қыдырамын, Алматыға барғанда Темірханмен осылай уақыт өткіземін деп іште сол распорядокты қойып қоямын да, и мен уақыт бөлмедім ғой деген сияқты энергия слив болмайды сол кезде. Жаңағы эффективное планирование, то есть тайм-менеджменттің ішіне сол именно семьяға уақыт бөлуді қойып қою керек. Семьяға уақытты бөлуді сіз жоспарлайсыз? Жоспарлаймын, иә. Обязательно. Негізі баланс жоспарда. Иә. Точно, миыңа жоспар қойып қоясың. Яғни мен азанда тұрамын, тамаша завтрак беремін. Обедте мысалы күйеуің қалада жүрсе, күйеуіңе звондап жібересің. Бірге тамақ ішіп жіберейікші деген сияқты. Уже ол да жаңағы семьяға бөлген уақытқа саналады. Балам неден шыққаннан кейін, английскийге барады, курсқа барып шыққаннан кейін, екеуміз бүгін қыдырып қайтайықшы деген сияқты солай жоспарлаймын. Керемет, сұхбатыңызға рахмет, Венера ханым.